Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 2 сынып 66 сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың жіктелуі. Сен геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренесің. Бірінші тапсырма. Геометриялық фигуралар жиынына қара. Бұл жиында неше элемент бар? Оларды ата. Оның элементтерін жиындарға бөл. Шыққан әр жиынды ата және әріппен белгіле. Осы жиындардың элементтерін жаз. Бұл жерде 21 элемент бар. А нүктелер жиыны, В сызықтар жиыны, С жазық фигуралар, Д кеңістік фигуралар, Г бұрыштар жиыны деп бірнеше жиындарға бөлеміз. Осы жиындардың элементтерін атап өтейік. А нүктелер жиынына көк, қызыл, күлгін түсті нүктелер, В сызықтар жиыны түзу, қисық, тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар, С жазық фигураларға 3 бұрыш, шашы, дөңгелек, тіктөртбұрыш, 5 бұрыш. Д кеңістік фигуралар куб, конус, пирамида, цилиндр. Г бұрыштар жиынына тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш болып бөлінеді. Нүкте мен түзу негізгі геометриялық фигуралар. Екінші тапсырма, дәптерге түрлі түсті карандашпен нүкте белгілеп, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық сызық, қисық сызықтарды сыз. Сен қандай бұрыш сыздың? Қандай сызықтар сыздың? Тұйықталған ба, әлде тұйықталмаған ба? Бұл жерде дәптердің бетін нүкте қоямыз, кесінді сызамыз және сәуле, түзу сызық, бұрыш сыздық, сынық және қисық сызықтар және тұйықталған сызықты сызып көрсеттік. Сүйір бұрыш сыздым. Тұйықталмаған сызықтар және тұйықталған сызық сыздым. Практикалық жұмыс. Партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстыр, не байқадың? Бұл жерде дөңгелекпен кез келген көп бұрышты салдым. Екінші, төртбұрышпен тіктөртбұрышты, көп бұрыштар тіктөртбұрышпен шаршы салынды. Яғни бұлар көп бұрыштар. Төртінші тапсырма, мысалдарды шығар. 72 мен 32-нің айырмасынан азайтамыз 34 пен 22-нің айырмасын. Алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. 72 мен 32-нің айырмасы 34 пен 22-нің айырмасы 12-ке тең. 40-тан 12-ні азайтқанда 28-ге тең. 28 пен 32-нің қосындысынан азайтамыз 7 пен 27-нің айырмасын. Алдымен 28 пен 32-нің қосындысын орындап аламыз, ол 60-қа тең. 7-тен 27-ні азайтамыз 43-ке тең. 60-тан 43-ті азайтқанда 17-ге тең. Бесінші тапсырма, есепті шығар. Мұз айдында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдында барлығы неше бала сырғанап жүр? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Ұл бала 36, қыз бала 4-еуі артық. Барлығы қанша? Біз бұл жерде қыз баланың қанша екенін тауып аламыз және барлық сырғанап жүрген оқушылардың санын табатын боламыз. Шешуі 36-ға қосамыз. 36 мен 4-тің қосындысын. Бұл жерде 36 мен 4-тің қосындысы, яғни ұлдарға қарағанда қыздың 4-еуі артық болып тұр. Сонда бұл жерде біз қыздың санын тауып аламыз. Қыздың саны 40-қа тең. Яғни 36-ға 40-ті қосамыз, тең 76. Жауабы, мұз айдында барлығы 76 бала сырғанап жүр. 6-шы тапсырма, дәптерге торкөт сызықтарының қиылысқан жерін жасыл және көк нүктелерді белгіле. Жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіземіз. Неше түзу жүргізуге болады? Басы көк нүкте болатындай сәуле сыз, неше сәуле сызуға болады? Яғни алдымен парақтың бетіне нүкте, көк нүкте қойдық, одан бірнеше сәуле жүргіздік. Яғни бұл жерде сәулені шексіз жүргізе беруге болады. Ал енді жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіздік. Бұл жерде де бірнеше түзулерді жүргізе беруге болады. Яғни шексіз. Шексіз, сонда әрқайсынан шексіз сәуле сызуға болады. Кел ойнайық. Фигураларды олардың қабырғалары санның өсу реті бойынша орналастыр. Енді осы фигуралардағы әріптерден құралған сөзді оқы. Яғни фигуралардың ішінде әріптер берілген екен, осы
әріптерден біз сөз құрап шығуымыз керек. Ол қандай сөз? Спорт деген сөз екен. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.